Сәлем достар, бүгін сіздермен мясной пирог дайындайтын боламыз. Алдымен видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Бүгінгі біздің пирогымыз асқабақпен және піскен еттен жасалатын болады. Дәмі тіл үйіретін жұп-жұмсақ пирогты менімен бірге жасауға кеңес беремін. Ыдысымызға ұнымызды еліктен өткізіп алғанымыз жөн. Толық өткізіп болғаннан кейін сары майымызды бөлме температурасындағы сары майымызды ұнымызбен араластыратын боламыз. Осында бізде әдемі масы шығады. Үстіне тұзымызды және қопсытқышымызды салатын боламыз. Қопсытқыш, яғни разрыхлитель. Осыларды қосып, тестамызды бір араластырып жіберген абзал. Енді бізге бір жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды қосып, үстіне сүтімізді құямыз да, жақсылап жұп-жұмсақ тесто илейтін боламыз. Дайын болған тестамызды бетін жауып, жылы жерге қоя тұрамыз. Енді начинкамызға кірісеміз. Жуамызды жұқалап, уақтап турап аламыз. Одан кейін бізге тыква, яғни асқабақ керек болады. Асқабағымызды чөркіден немесе блендердің көмегімен ұсақтап турап алсаңыздар болады. Енді өздеріңіз білесіздер, мен піскен еттен пайдаланатын боламын. Сіздер фарштан немесе мен сияқты осылай піскен еттеріңіз қалған болса, пайдалансаңыздар болады. Енді үстіне азғантай тұзымызды, бұрышымызды қосып, жақсылап араластырамыз да, келесі этапқа көшеміз. Енді тестамызды аламыз да, екі бөлікке бөлетін боламыз. Осылай жазып алған тестамыздың бір бөлігін формамыздың ішіне салатын боламыз. Енді үстіне жаңа дайындаған начинкамызды салып, формамыздың ішін толтырамыз. Енді кезекте қалған екінші жарты бөлік тестамызды жаңағындай етіп жазып аламыз да, формамыздың үстіне біріктіреміз. Бізде осындай әдемі форма шығады. Өздеріңіз идеяңыз бойынша әртүрлі қылып әсемдесеңіздер болады. Пирогымыздың бетін жұмыртқаның сарысымен жағып аламыз да, одан кейін кунжутты себеміз.
Қызып тұрған пеште 170-180 градуста 45-50 минутта пісіретін боламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болғанмен Айдана, сау болыңыздар.